Бұл жерде дұға жасаудың әдебі, мен бір нәрсе айтып кете салайыншы. Дұғаны әркім жасайды. Кей кезде Меккеде көреміз, бір адам дұға жасайды, қалғаны артынан соны қайтала деп жүре береді. Әрине бұның да пайдасы бар, жоқ емес. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келеді, егерде бір мұсылмандардан бір топ адам жиналып ішінде бір дұға қылып қалған әмин деп тұратын болса, Алла олардың дұғасын сөзсіз қабыл етеді дейді. Қараңыз да, бұл дұғалардың қабыл болуының бір себептерінің бірі не екен? Жаңа біз 5 уақыт намаздан кейін дұға қыламыз ғой. Міне осы дұғалар қабыл дұғалар иншалла. Неге деген уақытта имам әмин деп дұға қылып отырса, жамағат не қылып отырады? Әмин. Міне осы дұғалар пайғамбар қабыл дұғалар деп жатыр. Енді дұғаның әдебі адам баласы дұға қылған уақытта қолдан келсе дәретпен, қолдан келсе қыблаға қарап, екі қолды көтеріп, және де өзінің Раббысының алдында құл екендігін сезініп, бір мұқтаж екендігін сезініп, қолдан келсе жылап бір дұға қылатын болса, бұл дұға ерекше болады. Енді адам қай кезде бұлай дұға жасайды деген уақытта, жеке қалған уақытта. Көрдіңіз бе? Жеке қалған уақыттағы дұға мен жамағаттың арасында дұғалардың айырмашылығы бар да. Сол үшін осындай нәрселерге қатты көңіл бөлу керек. Бірақ бұның дұғаның негізгі рухы бар да. Ол рухы деген не деген уақытта жүрекпен дұға қылу. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келеді, біліңіздер, Алла сіздердің дұғаларыңызды қабыл етеді. Дұға, бірақ біліп қойыңыздар, өлі қалыппен дұға қабыл емес дейді. Былай Құдай мен дұғамды қабыл ете ме, етпей ме екен? Сұрап жатырмын, Құдай бермей жатыр ғой. Деген нәрсе жүректе болатын болса, ол дұғаңыз қабыл емес та. Жүректен 100% қабыл деп керек. Білеміз, дұға жамандықты көтереді, дұға сол уақытта қабыл болады, дұға ақыретке қалдырылады. Сол дұға қылған уақытта ең әдебі не екен? Дұғаның қабыл болуына адам асықпау керек. Хадисте осылай келеді. Және де дұға қылған уақытта өзінің пенде құл екендігін сезіну керек, және де жүрекпен дұға қылу керек иншалла.